Жатыр ішілік спираль дегеніміз аналық жұмыртқа жасушасының өмір сүру ұзақтығын төмендететін, сперматозоидтардың жатыр қуысына енуіне кедергі келтіретін және ұрықтанған жұмыртқа жасушасының жатырдың қабырғасына бекінуіне қарсы тұратын контрацепцияның бір түрі. Контрацепцияның бұл түрі өте әсері жоғары, яғни 95-99% жағдайда жүктіліктен қорғайтын ең жақсы әдістердің бірі. Спиральді жүктілікті жоспарламаған барлық келіншектер қоя алады. Салу уақыттары бала босанып болғаннан кейін 2-3 айдан кейін салса болады. Ал кесір тілігі кезде 5-6 айдан кем болмау қажет. Ал жасанды түрде жүктілікті үзген жағдайда сол мезетте бірден салуға болады. Спираль бізде гормональды және гормональды емес болып екі топқа бөлінеді. Гормональды емес спиральдар олар Т тәрізді спираль, F тәрізді спираль, O тәрізді спираль, құрамында мыстан жасалған, алтыннан жасалған және күмістен жасалған спиральдар жатады. Ал құрамында гормоны бар спиральдарға Мирена спиралі жатады. Гормональды спираль тек қана жүктіліктен сақтап қана қоймай, жатыр миомасы, эндометриоз кезінде және етеккір ұзақ және ауырсынып келетін кезде емдік қасиет ретінде де қолданылады. Спиральдің плюс жақтарына келетін болсақ, жаңа айтып өткендей ол 95-99%-ға дейін жүктіліктен сенімді түрде қорғайды. Одан кейін екінші, ұзақ уақытқа, яғни 5 жылдан 9 жылға дейін жүктіліктен сақтануға болады. Үшіншіден, спиральді алғаннан кейін жүкті болу қабілеті орнына қайта келеді. Яғни әйелдің фертильдік қасиеті сақталады. Төртіншіден, салынған спиральдің сезілмеуі. Енді минус жақтарына келетін болсақ, спираль ол жыныстық жолмен жұғатын инфекциялардан қорғамайды. Және екіншіден, егер сіз гормональды емес спираль салсаңыз, ол кезде етеккір ұзақ және мол болып келеді. Сонымен қатар ауырсыну бірге жүреді. Себебі гормональды емес спираль жатырдың қабырғасына механикалық түрде әсер етеді де, бұл етеккірдің молаюына себепші болады. Бірақ әйелдердің көбінде 3-6 айдан кейін осы гормональды емес спиральдарды салғаннан кейін қайтадан етеккір қалпына келеді. Етеккірдің ұзақтығы, жаңағы мөлшері қалпына келеді. Спираль салуға қарсы көрсеткіштер. Ол жүктіліктің болуы, екіншіден жатыр қуысындағы жедел қабыну аурулары, үшіншіден онкологиялық аурулар, яғни жатыр мойны рагы, эндометрий рагы, сүт безі рагы кезінде. Одан кейін жатырдың туа біткен дамуындағы аномалиясы, яғни екі мүйізді жатыр деп аталады. Осындай кезде спираль салуға болмайды. Және сонымен қатар белгісіз себептерден жатырдан көп мөлшерде қан кететін болса да, осы спиральді салуға болмайды. Спираль негізінен етеккір циклінің 3-6 күндері салынады. Құрамында гормоны жоқ спиральдарға келетін болсақ, оған мыстан, күмістен, алтыннан, платинадан жасалған, металдардан жасалған спиральдар жатады. Бұлар алтын, күміс, платина ұзақ уақытқа жарайды, 7-9 жылға. Себебі олар коррозияға ұшырамайды, яғни таттанып кетуге ұшырамайды. Ал мыс болса 3-5 жылға дейін әсер етеді. Металдан жасалған спиральдар өздерінің құрамынан металдар иондар бөледі. Ол иондар жатырдың қабырғасына механикалық түрде әсер етіп, ұрықтанған жұмыртқа жасушасының жатырға беки алмайтындай жағдай жасайды. Осылай ол жүктілікке қарсы әсер етеді. Гормональды емес спиральді қолданған кезде іштің төменгі бөлігінде ауырсыну болуы мүмкін және етеккір қаны ұзақ әрі көп мөлшерде келеді. Ал гормональды спираль кезінде етеккір қаны өзгеріссіз келуі мүмкін немесе азаюы мүмкін және ауырсыну болмайды. Ауырсыну болғанның өзінде қатты ауырсынбайды. Гормональды спираль
қалай әсер етеді? Яғни миренаны салған кезде оның құрамында гистоген левониргистеролы бар контейнер болады. Сол контейнерден күн сайын гормонның микродозалары шығарылып отырады. Бастапқы күнде 20 микрограммнан, одан кейін 14 микрограммнан гормондар бөлініп отырады. Бұл гормондар қалай жұмыс жасайды? Біріншіден, жатыр мойынның шырышты қабатын қалыңдатады, сперматозоидтарды өткізбейді. Екіншіден, овуляцияны басады. Үшіншіден, гормон тікелей жатыр қуысына еніп, эндометрийдің өсуін азайтады. Эндометрий бұл жатырдың ішкі қабаты, ұрықтанған жұмыртқа жасушасы бекитін. Ал ол бізде жұқа болатын болса, онда жұмыртқа оған беки алмайды. Сонымен қатар мирена жатырдың эндометрий қабатының клеткаларын көбейіп кетуімен болатын аурулар, яғни полип, эндометриоз, миома кезінде емдік қасиет көрсетеді. Және мирена 5 жылға есептелініп салынады. Оны босанып болғаннан кейін 6 аптадан соң салуға болады. Осы спиральға қатысты сирек кездесетін жағдайлар, кейбір келіншектер спиральдің өзінде көтеріп қояды. Бірақ бұл өте 1-3% жағдайда ғана кездеседі. Екіншіден, спиральді салу кезінде дұрыс орындалмаған техниканың әсерінен жатырды тесіп алу қаупі болады. Және үшіншіден, кейбір спиральдар өздігінен жойылып кетеді. Бұл өте сирек кездеседі. Және спиральді салған кезде вагинит, яғни қынаптың инфекциясы жатырға спираль арқылы тез таралып кетеді. Спираль салардың алдында УЗИ диагностика, жатыр мойнынан жұғынды алу және жыныстық жолмен жұғатын инфекцияларға анализдер тапсырылады. Тағы бір ескере кететін жағдай, спиральді салып алғаннан кейін 10-15 жыл бойы гинекологқа көрінбей жүре беруге болмайды. Себебі спиральмен қаншалықты ұзақ уақыт жүрсеңіз, соншалықты спиральдің жатырдың қуысына бірге еніп өсіп кетуі ықтималдығы жоғары болады.